Ассалаумағалейкум қазақ елі. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар, ақпараттардың айтаманы ғалым кәлмен. Әуел әлқиссасын айтайын. Алматыда тағы жер сілкінді. Жұрттың зәресі қалмай дереу далаға асықты. Ешқандай уведомление, ешқандай оповещение келген жоқ. Бәленбай миллионға орнатылған, сосын сынақтан өткізілген қымбат дабыл жүйесі қайда? Декларация тапсырмасаң күнің қараң болады. Мемлекеттік кірістер комитеті дүние мүлкі туралы есеп бермеген тұрғындардың барлық банктегі шоттарын бұғаттап тастамақшы. Оны қайта ашу мүмкін бе? Жамбылдың ұрларына бәрібір. Олар тірілерді қойып, өлілерді тонауға көшті. Қорымдағы қарақшылар о дүниеге аттанған адамдардың несін алған? Көктемде қызғалдақ жұлғандар миллионда айыппұл төлейді. Ал қызыл кітапқа енген жасылды гектарлап жойған кәсіпкерге қандай жаза? Аспанға бағамыз ба, жерің бәрі ақ топырақ болады. Түркістан жақта жеке компания сирек өсімдіктері бар 25 мың гектарды жыртып тастады. Алматыда тағы жер сілкінді. Күндізгі сағат 10:00-де болған тербелістен тұрғындар бірден далаға шығуға мәжбүр болды. Сейсмологтардың мәліметі бойынша жердің дүмпуі мегаполис пен Алматы облысының аумағында сезілген. Ресми ақпаратқа сәйкес 3 балдық зілзала ошағы Алматы қаласынан шығысқа қарай 33 шақырым жерде тіркелген. Жұмыста отырған кезде бір мезетте жер сілкінісін сездік, сілкініп кетті. Сол кезде ешқандай уведомление, ешқандай оповещение келген жоқ. Біз өзіміз отдел кадров айтты, далаға шығайық деп, сонымен далаға шығып кеттік. Қорқып кеттік қатты негізінде. Өйткені жай сілкініс емес, кәдімгідей сезінетін сілкініс болды. Жер сілкінісі Алматы облысында күштірек сезілген. Әсіресе Талғар мен Есік қалаларында тербелістің жиілігі 4 балға дейін жеткен. Түрген, Өтеген, Батыр кенттерінде 3 бал, Боралдай, Қаскелең, Алатау қаласында 2 бал бопты. Талғар және Еңбекші Қазақ аудандарындағы мектептер жұмысын тоқтатып онлайн форматқа көшті. Ал балабақшадағы бүлдіршіндерді ата-аналар мүмкіндігіне қарай үйіне алып кеткен. Жер сілкінісінің эпицентрі Алматы облысы Талғар ауданы аумағында болды. Жер сілкінісі тұрғындарға 3-4 балл көлемінде сезілді. Бұл сейсмикалық жағдай еліміздің жоғары сейсмикалық аумағында күнделікті болып тұратын табиғи құбылыс. Қазселден қорғау мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды зерттеп шыққан. Тексеру нәтижелері бойынша ешқандай нысан зақымданбапты. Барлығы талапқа сай жұмыс істеп тұр. Ал Маңғыстау облысында күшті жел тұрып, тұрғындарды әбден әбігерге салды. Алай-дүлей дауылдан кейбір тұрғын үйлердің шатыры мен терезелер ұшып, аялдамалар қирап қалған. Қатты желдің кесірінен 3 адам зардап шегіпті. Дәрігерлердің айтуынша жағдайлары орташа. Бұда бөлек қолайсыз ауа райына байланысты Қарақия ауданының оқушылары онлайн білім алуға көшкен. Себебі көшеде жүру мүмкін болмай қалды. Бұл ауданда 3 ғимараттың және 2 баспананың шатыры ұшып кеткен. Кей жерде электр желілері үзіліп, уақытша тоқтан ажырап қалды. Ал өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, аймақта тұрақсыз күн райы әлі сақталады. Сондықтан тұрғындарды барынша сақ болуға шақырып жатыр. Бір жол бар алыс, алыста болса жақын. Бір жол бар жақын, жақында болса алыс дейтін еді ғой. Ал Ақтөбедегі жолдардың басы мен аяғы бар, бірақ ортасы жоқ. Айды аспанға шығарып, мұнда ерекше асфальтты бір мердігер қала іргесіндегі Қызылжар ауылына салып беріпті. Бұрын соңды мұндайды көрмеген тұрғындар аң-таң. Көп жерлерінде тастап кетті, жамбамай кетті, съездері жоқ. Анарада екі көшенің ортасында жалғамаған жер бар. Сосын мұнарада міне тура жолды сетиге қарата тура шығарып кету керек негізі. Ана жерге дейін ол ана шетін қоспақ түгіл, мына бер жақ шетін ана шеткі үйге дейін жеткізбей тастап кетіп тұр жолда. Бір қызығы мердігер ауыл шетіндегі мына көшеге асфальт төсеп келе жатып, бір үйдің тұсына келгенде аяқсыз қалдырған. 30-40 метр жерді тастап кетеді де, әрі қарай қайта жалғайды. Мұнысын әкімдіктегілер тұрғынның қосымша жер телімін заңдастырғанымен түсіндірді. Ол жол өтетін аумаққа түскен. Енді мәселені реттеу үшін жер қатынастары бөліміне хат жолдапты. Ресми жауап алғанша қол қусырып отыра бермей, бос қалған жерге уақытша қиыршық тас төсеп қоямыз деді. Шенділердің айтуынша Қызылжар ауылындағы жол құрылысы биыл шілде айында басталған, 6 көшеге асфальт төсепті. Ауыспалы жоба болғандықтан жұмыс келесі жылы аяқталады. Құрылыс жұмыстары мекенжайға келіп тоқтап қалды. Себебі Бестерек 4 көшесіндегі жер телімі қосымша доп отвод алған. Жер қатынастар бөліміне хатымызды жолдадық.
осындай жол құрылыс аймағына түсіп тұр. Аталған участок решениесін шығарып беріңіздер деп. Хабар келгеннен кейін полноценно толықтай қосып жасап береміз. Ағайынға ауыз су керек. Жамбылдағы Сыпатай Батыр ауылының халқы 60 жылдан бері топырағы мен тас аралас тіршілік нәрін тұтынып келеді. Таза судан аңсаған ағайын соңғы жылдары тіпті бау-бақша егуді қойған. Ал атқамінерлер мәселе бізде емес, мердігерде дейді. Сонда ауылдықтарды қара судан қағып отырған кім? Сюжет көріңіз. Меркі ауданы Сыпатай Батыр ауылындағы жалғыз су станциясы кеңестік кезеңде салынған, содан бері жөндеу көрмегендіктен құбырлары шіріп, сүзгісі қаққа толып тұр. Салдарынан ауылдағы 2000-ға жуық тұрғын топырақ аралас тіршілік нәрін тұтынуға мәжбүр. Сорғы станциясының тозғаны сонша кейде істен шығып, ауылда апталап су болмайтын көрінеді. Сондықтан жұрт тасымал суды талғажау етуден басқа амалымыз жоқ дейді. Не арықпен су келмейді, не мынандай өкіметтің колонкамен су ақпайды. Ақса да түбіне шелекпен тындырып аламыз, шелекпен аламыз, түбін бәрі қоқым болып тұрады. Тас, судың құбырын ауыстыру керек. Совет үкіметінен бері ешқандай ауысу бұл жерде жаңалану болмаған. Мектептерде де су өшіп қалады, свет өшеді, су өшеді. Жел тұрмасын деп тілеп отырамыз. Себебі жел тұрса свет өшеді. Свет өшкеннен кейін су болмайды. Почти сутки, 1,5 суток. Даже қазіргі кезде өшіп жатыр ғой. Павықадының именно балаларды мектепке жинайтын кезде неде су жоқ болады кешкісін. Ал атқамінерлер мәселені шешу үшін былтыр су сорғының сметалық құжатын әзірлеп, қазынадан қаржы сұратқан. Содан 5 ауылға деп бюджеттен бақандай 4 миллиард теңге бөлінеді. Алайда тендерді ұтқан компаниялар бір-бірімен соттасып, жоба жарты жолға жетпей тоқтап қалады. Соттың шешімі осы биылғы жылға шыққан күннің өзінде де бұл жалпы жоба 2 жылға жоспарланған. Сол себепті бұл сот болуына байланысты, ол тағы осы уақыттағы кем жүргізілмеген уақыттар сол есептелініп соған қосылып жүргізілетін болады. Биыл егер мердігерін анықтаса, ақпан айының соңына қарай жұмыстары басталып кетеді. Меркі ауданында Сыпатай Батырдан бөлек тағы 3 ауыл әлі күнге таза ауыз суға жете алмай отыр. Құмарық, Қайыңдысай ауылы мен Шалдабар елді мекенде де тіршілік нәрі қашан тартылары белгісіз. Алдана Жұбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан. Марқұмдарға да маза бермей жатыр. Жамбылдың ұрылары тірілерді қойып енді өлілерді тонай бастады. Тұрар Рысқұлов ауданында қабір қоршауларын қопара жұлып қиратқандар ұсталды. Қорым қарақшылары 33 және 34 жастағы 2 ер адам екен. Олар зиратты тонап қана қоймай, тіпті темір қоршауларын сатып үлгерген. Тергеу барысында күдіктілердің бұған дейінде Талас ауданындағы бейітке ұрлыққа түскені анықталды. Енді олар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қазір осы дерек бойынша тергеу жүріп жатыр. Аталған дерек бойынша қылмысқа оқталу және адамдар тобымен алдын ала сөз байласу арқылы жасалған ұрлық баптарымен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта олардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы анықталуда. Жесір әйел жеңіп шықты. Ақтауда жалғызбастана өзін баспана кезегінен заңсыз шығарып тастаған әкімдікті сотқа берді. Әділдік іздеген келіншектің талабы қанағаттандырылды. Жоғарғы соттың мәліметінше әйелдің кәмелет жасына толмаған 2 баласы бар. 2016 жылы асыраушысынан айырылған ол толық емес отбасы санаты бойынша тұрғын үй кезегіне тұрған. Алайда қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі арызданушының атында пәтері барын анықтап, оны тіркеуден шығарған. Кейін белгілі болғандай, ол қайтыс болған анасына тиесілі шаңырақты мұраға алған екен. Бірақ заңға сәйкес бір бөлмелі пәтер белгіленген нормаларға сәйкес келмейді. Сол себепті баспанаға мұқтаж деп танылған толық емес отбасыларды есептен шығаруға болмайды. Сот жергілікті биліктің құқық бұзушылығына байланысты жеке ұйғарым шығарды. Комфорт, бизнес санаттан үй алғандардың бәрі жайлы өмір сүріп жатқан жоқ. Алматыда осындай қымбат баспанаға қоныстанғандар көлігін кім көрінгеннің есік алдына қойып жүр. Өйткені әу баста құрылыс компаниясы паркингімен бірге жарнамасын қатырып қойған. Жеме-жемге келгенде автотұрақ түгілі балалар алаңына дейін заңсыз болып шықты. Сен сата сидейден үй алған жұрттың бәрі, сен соққан балықтай, сенделіп жүр қазір. Ипотекаға алғаны бар, жиған тергенін салғаны бар, жарнамаға сеніп, сан соғып қалған. Комфорт санатына жатады деп алдағаны өз алдына. Көлік тұрағы мен футбол алаңы қызыл сызықтың үстіне салыныпты. Салдарын кеш білген қараша, қамығып тосылай.
Мен Сенсатаның рекламасын сеніп қалдым. Ол жерде жарнамасында айтқан жабық алаң, жаңағы видеонаблюдение, охраняемая зона, еще тауға жақын, жолдан алыс, таза ауа дегеннен мен болашақ немеремді ойлап, ұлыма осы жерден квартира алғам. Не жерден Ұлыбек көшесі түседі дейді. Ұлыбек көшесі сонда бұрыннан білген Сенсата групп. Бізді просто алдап сатқан. Себебі бұл қызыл линияға түсіп тұр. Біле тұра басшылық үйлерді сату үшін, пайдаға бату үшін қызыл сызықты қоршап алып, көлік тұрағына айналдырған 5000 адамға бас аяғы 450 орын беріліпті. Алайда қаптаған Қарашаға оның өзі аздық қылады. Ел көлігін екі көше әрі қойып, жаяу ентелеуге мәжбүр. Сенсата групп компаниясы үй сатып алар кезде мына жерде үлкен парковка болады деп уәде берген еді. Сөз ретінде минимум 950 орын деп айтылған еді менеджерлармен сатылған кезде. Комфорт класс деп сатты. Қазіргі документ бойынша бізге эконом класс деп отыр. Оның бәрі не үшін істеліп отыр? Себебі біз заңды түрде парковочный орын талап ете алмас үшін. Комфорт санатында кемі бір көлік тұрағы берілуі тиіс тұрғындарға. Ал 12 қабатты үйдің жайлылығына басымен жауап беруі тиіс басшылар. Жауапкершілікті бірінен біріне сілтеп, апта сайын ауысып тұрады екен. Бір апта бұрын қызметке келген жауаптыны жұрт түгін қалдырмай түтіп жеді тұтыстан. Жұмысыңды жаса, четко. Мына Ұлықбекпен парковкамен жұмыс жаса, потоппен жұмыс жаса, тереземен. Ештеңе істелген жоқ, уже гарантия бітеді. Апта бұрын қызметке келген атқамінер қызыл сызықты білмедік дейді. 2016 жылы бас жоспарға енгізілген көшені көзгелместен бар кінәні әкімдіктің мойнына арта салуға тырысып бақты. Госэкспертизада ешқандай бізге претензия жоқ. Сіз красный линияның қасындамыз, или орын жетпейді. Сол бізге ешқандай қағаз жоқ. Акиматта или любой жерде қағаз жоқ. Қазір по проекту 450 парковка. Тағы да 400 орын жаңа келді. Жыл басынан бері анығын айтпаған компания өкілдері күрең күзде күмілжіді осылай. Ал қалалық басқарманың өкілі әу баста қызыл сызықтың үстінде ешқандай көлік тұрағының болмағанын кесіп айтты. 2016 жылдан бері ол Ұлықбек көшесі тұр, содан бастап жаңа жер иесі ол заңнамаға сәйкес жаңағы рұқсаттама қағаздарын алған барысында ол білді. Білгеннен кейін әрине сол жоба барысында сол қызыл сызықты жаңағы жобаның өзіне көрсетіп, сөйтіп келісілген болатын. Қарапайым Қарашаның қарнын ашырған, құзыреттінің құтын қашырған мәселенің көкжиегі көрінбейді әзірге. Өйткені бас жоспарда бекітілген көшенің қашан қызыл сызықтың үстімен өтері белгісіз. Шенеуніктер болса, құрылыс салынып жатқанда арыз түспесе, қызыл сызықты ескертуге қауқарсыз екен. Ал арызын айтқан ағайын көлік тұрағын тұрғын үйдің иелігіне қалдыруды қос тараптан талап етіп отыр. Жақсылық Жасуанұлы, Сағындық Нарықов, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан. Отбасы банкінің статусы өзгерді. Қаржы ұйымына ұлттық даму институты мәртебесі беріледі. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі осындай үкімет қаулысының жобасын жариялады. Енді банк азаматтарды үй кезегіне қою, кезектің сақталуын қадағалау, тұрғын үйді бөлу жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың міндеттерінде атқарылады. Құжатты мәжіліс сенат ұсынған өзгерістермен бірге қабылдап, президентке жолдаған. Қасым-Жомарт Тоқаев Париж қаласына табан тіреді. Әуежайдан Францияның сыртқы істер министрі Жан-Ноэль Барро қарсы алды. Кейін Елисей сарайының алдынан әскери оркестрдің сүйемелдеуімен Эммануэль Макронның өзі президентімізді тік тұрып күтіп алды. Осылайша Қасым-Жомарт Тоқаевтың Франция Республикасына мемлекеттік сапары салтанатты қарсы алу рәсімінен басталды. Екі елдің басшылары бір-біріне делегация мүшелерін және құрметті қонақтарды таныстырды. Жоспар бойынша мемлекет басшылары бірқатар келіссөз жүргізбек. Сондай-ақ сапар алдында Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы француз басылымына шыққан еді. Онда ел президенті Қазақстан Францияның стратегиялық әрі сенімді серіктесі деп айрықша атап өтті. Президент Эммануэль Макронның өткен жылдың қараша айында Астанаға сапары барысында біздің елдеріміз сирек жер металдары, жаңартылатын энергия көздері және азаматтық атом энергетика саласындағы өзара іс-қимылды дамытуға қызығушылық танытты. Бұл біздің стратегиялық әріптестігімізді кеңейту үшін жаңа перспективалар ашады. Жақында тәуелсіз Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысы туралы жалпы ұлттық референдумның оң нәтижелері болашақта өзара тиімді ынтымақтастық үшін берік негіз қалайды. Әрине бұл
жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Сондай-ақ екі елдің мәдениет және ақпарат министрлері де кездесіп, Қазақстан мен Франция арасындағы мәдени ынтымақтастықты кеңейту перспективаларын талқылады. Кездесу барысында олар бірқатар маңызды келісімге қол қойып, екі жақты қарым-қатынасты нығайтуға сенім білдірді. Францияның әйгілі Гиме музейінде Қазақстан ұлы дала жауһарлары көрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Экспозицияда Қазақстанның ұлттық музейі мен Әзірет Сұлтан музей қорығының коллекцияларынан алынған 35 сирек артефакт ұсынылған. Бұл көрменің ең басты құндылығы ол біздің кішігірім жаңағы көрме болса да, ол ең жаңағы негізгі біздің тарихымыздың кезеңдерін айшықтайды. Ол енді сақ дәуірінен бастап, қазақ хандығына дейін, оны француз әріптестеріміз өте жаңағы осы заманауи түрде паш етіп отыр. Бүгін жаһан жұртының назары ақш-қа ауады. Өйткені Құрама Штаттарда президент сайлауы өтеді. Саяси бәйгедегі әр оқиғасы боевик фильмдерінен кем түспейтін Дональд Трамп пен жеңіске жетсе ел тарихында алғаш әйел президент атанатын Камала Харрис сайлаушылармен соңғы кездесуін өткізді. Республика партиясы атынан кандидат болған Трамп бұл жолы заңсыз миграция тақырыбын қаузатты. Әгер Ақ үйдің басшысы атана қалса, Мексикадан келетін импортқа баж салығын 25%-ға арттырмақ. Ал демократ Харрис болса, Дональд бұл қызметке қайта оралса, аборт жасауға тыйым салынуы мүмкін екенін айтып, бұқараны бір қорқытып алды. Әзірге қос саясаткер алдын ала дауыс беру қорытындысы бойынша бір-біріне дес бермей келе жатыр. Билік азаматтарды саяхаттамауға шақырды. Испанияда толассыз жауын тыйылар емес. Енді нөсер жаңбыр Валенсиядан елдің солтүстік шығысына Барселонаға көшті. Әлеуметтік желілерде шаһардың кей бөлігін су басып жатқан бейнелер тарап кетті. Ал елдің ұлттық метеорологиялық агенттігі қалада қызыл деңгейдегі ескерту жариялап, жауыннан болатын төтенше жағдай туралы ескертіп жатыр. Үкімет, егер қажеттілік болмаса, тұрғындарға сапарға шықпауды ұсынды. Қазір Барселонадағы әуежайда ең жақын рейстердің көпшілігі тоқтатылған. Айта кетейін, Испанияда бір аптадан бері толассыз жаңбыр жауып жатыр. Одан ең көп зардап шеккен Валенсия қаласы. Мұнда тасқын судан 200-ден аса адам опат болды. Қызыл кітапқа енген гүлді жұлғандар миллиондап айыппұл төлейді. Ал ондай өсімдіктерді біртіндеп емес, гектарлап құртып жатқан компанияға ешкім ештеңе демейді. Түркістан облысы таңғалдыруын қояр емес. Күні малға қараған бүтін бір елді мекенді жайылымнан айырған компания сирек кездесетін шөптері бар 25 мың гектар жерді жыртып тастады. Енді ауылдағы ағайын мал айдайтын қыр таппай қиналып отыр. Сарыкөл ауылының төрттілігі осыған дейін мына далада жайылған. Бірақ жуырда бұл жерді бақта егу үшін жеке компания жалға алып, жүздеген техникамен жырту жұмыстарын бастап кетіпті. Ал ауылдағы мал жаятын ине шаншыр жер қалмапты. Енді жайындық жер жоқ. Күн көріп отқан мал ине істейді енді. Қай жаққа бағасыз енді? Ол білмеймін, аспанға бағамыз ба, или жол қайға бағатынын білмейміз ғой енді. Мысалы, ертең жердің бәрі ақ топырақ болады. Одан кейін екінші, мынау тұрған жеріміз бар емес па? Бәрі мақта болса, ертең гербицид дәрі шашады. Ол дәрі біздің ауылда арыстанның желі бар. Секундында 25 метрге баратын. Сол неғын кезде дәрісімен қосып, ауылдың бәрін тұншықтырады. Мақта егуге берілген жерден бөлек ауыл іргесіндегі 1000 гектарға жуық шөбі шүйгін қоршалған аумақ бар екен. Енді қараша 20 жыл бұрын жекеменшікке өтіп кеткен үлкен аумақты жайылымға берсе дейді. Жеке кәсіпкерлердің қолына өтіп кеткен трудовое хозяйство дейді ғой, бұрын сол 1000 гектардай жер. Сол жерді бізге берсе, бос жатыр. Малымызды кіргізбейді, өздері пайдаланбайды ол жер. Сол жерді бізге қайтарып берсе. Малымызда жайсақ осы халық, ауылдың халқы. Қайқа жайымызбен тақыр жерге жайып отырмыз. Жұрт осыған дейін төрттілігін жайған аумақта арнайы техника қопарып жатыр. Бірақ түсіру тобын көріп, бәрі бір сәтте безіп кетті. 2 апта ішінде техникалар мыңдаған гектар жердің бетін қырып тастаған. Ал бұл жерде жусан, сексеуіл мен қызғалдақ секілді қызыл кітапқа енген өсімдіктер енді өспейтін шығар. Ал шенеуніктер бұл жер әу баста жеке өндірістік кооперативке тиесілі дейді. Сарыкөл ауылының малы жайылымсыз қалғанын енді біліпті. Сондықтан жайылым мәселесін жақын арада шешеміз деп ақталды. Бұның арғы дарияға дейін бар орман қорының жері. Орман қорының жеріне жайылымдық беру жолдарын қарастырамыз. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, ол заңсыз ой деп. Мүмкін заңсыз болады шығар, бірақ сонда да сөйтіп кесім жасап көреміз.
Үшінші вариант жаңағы екі кәсіпкер бар ғой, 1000 гектар жоба. Сол варианттар сол кісілермен келіссөз жүргізейік. Енді сіздердің малдарыңыз бар екені рас, немесе мына ауылдың тұрғындары мал жаятын жерді беріп көріңіздер деп. Алайда жайылым мәселесін нақты қашан шешілетіні белгісіз. Оған дейін ауыл халқы малдың қайда апарарын білмей бастары қатып жүр. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Түркістан облысынан. Жамбыл облысында ауыл әкімдерінің форумы өтті. Аманат партиясы ұйымдастырған жиын жергілікті билік органдарының өзара байланыс алаңына айналды. Іс-шарада жиі қойылатын сауалдар талқыланып, оларды жүзеге асыру тетіктері мен талаптар айтылды. Ең бастысы, тұрғындарды толғандырған түйткілді мәселелердің шешімін табу жолдары қарастырылған. Форумды ұйымдастырушылар басты мақсат билік пен халық арасындағы алтын көпірді одан әрі нығайту дейді. Бұл форум еліміздің 5 өңірінде өткізіліп жатыр. Көп әкімдеріміз жаңадан сайланған. Бұған дейін мемлекеттік қызметте істемеген әкімдер бар. Бизнестен барған әлеуметтік саладан әкімдер жергілікті жерде белсенді болу керек, кері байланысқа мықты болу керек, халықтың мәселесін жергілікті жерде шешу керек. Әкім деген ауылдың, президенттің жергілікті жерде өкілі, биліктің ең төменгі халықтың бірінші шепте жүретін биліктің айнасы деп айтсақ бол. Сол себептен әкім қалай болса, билікке солай баға береді. 2025 жылы әлеуметтік төлемдердің көлемі артады. Жәрдемақы 6,5%-ға өссе, зейнетақыны 8,5%-ға көбейту жоспарланып отыр. Оның көлемі ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшеріне және айлық есептік көрсеткішке байланысты белгіленеді. Алдағы жылы әлгі айық 3692 теңгеден 3932 теңгеге көтеріледі. Ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдері жыл сайын 5%-ға индекстеледі. Сәйкесінше базалық зейнетақы 28 мыңнан 32 мыңға, ал ең төменгі зейнетақы мөлшері 57 мыңнан 62 мың теңгеге өспек. Уақытылы мал мүлкі туралы анықтаманы тапсырмаған қазақстандықтардың есеп шоты бұғатталады. Бұл туралы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша елімізде жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі аяқталған, оған 2 миллионнан астам адам тіркелген. Ал жылжымалы және жылжымайтын мүліктер жайлы ақпаратты бермеген азаматтарға арнайы хабарлама жіберілген. Мұндай салық төлеушілер SMS-ті алған сәттен бастап 30 күн ішінде декларациялы тапсыруға тиіс. Егер орындамаса, банктік шоттарындағы операцияларды тоқтата тұру шарасы қолданылмақ. Айта кетейін, ел тұрғындары декларацияға қатысты қандай да бір сұрақтарына ие салық азамат қосымшасында жауап ала алады. Машинистерге құлақ қағыс. Астанада ЛРТ пойызын басқаратын операторларды оқуға қабылдау басталды. Түйіндеме CTS ресми сайт арқылы қабылданады. Оқу мерзімі 1 жыл. Дәрістер Елорда мен Қытайда жұмыс берушінің есебінен жүргізіледі. Айта кетейін, жеңіл рельсті көлік желісі толығымен автоматтандырылады, яғни онда шопыр болмайды. Машинист пойызды қашықтан басқарады. Үміткерлердің темір жол көлігі саласындағы жоғары білімі мен локомотив тізгінінде кемі 3 жылдық тәжірибесі болу шарт. Сосын 5 жыл машинисттің көмекшісі болған азаматтарда жарайды. Қосымша сұрақтар бойынша экранның шетіндегі нөмірге хабарласыңыз. Белгісіз жан, ғашық боп қалдың ба, жауап бер, немесе алып кет. Осы және өзге де хит әндерді орындап көпшілік көзайымына айналған атақты Орда тобы тарайтын болды. Бұл туралы өнер өкілдері отандық бағдарламалардың бірінде мәлімдеді. Келер жылы танымал төрттіктің құрылғанына тұп-тура 25 жыл толады екен. Сондықтан топ мүшелері мерейтой қарсаңында соңғы рет гастрольдік сапарға шығып сахнамен қоштасуға бел буып отыр. Дегенмен әншілер өнерден түбегейлі қол үзбейміз дейді. Еш қайсымыз өнерден түбегейлі кетпейміз, себебі Нұрлан Бішкекте елес тобымен де өнер көрсетіп жүр. Өзінің қол өнері бар. Ерболат енді өзінің продюсерлік шеберлігі, одан да басқа бір үлкен мега жобалары бар. Есболат сценарист. Елорда халқының саны 1,5 миллионнан асты. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы мәлімдеді. Осыдан бір ай бұрынғы дерек бойынша қала жұрты 12 мыңға жуық адамға көбейген. Ал Алматыда 2,2 миллионнан астам тұрғын санақ қалынған. Бұл сандар адамның былтырғымен салыстырғанда 64 мыңға артқанын көрсетеді. Соңғы статистикаға сенсек, Қазақстан халқының өсу қарқыны 0,95% болып тұр. Бүгінгі айтарым осы, құрметті көрермендер. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.